Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен аңыз доп YouTube арнасы. Достар, егер әлі арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазылу батырмасын басып кетіңіздер. Бұл арнамның дамуы үшін өте маңызды. Сондай-ақ бейненің астындағы лайк батырмасын бассаңыздар, шығарылым ұсыныстарға шығады. Дембеле қалай үздік ойыншыға айналды? Қазір Дембеленің жасы 28-де, ол PSG құрамындағы ең тәжірибелі футболшылардың бірі. Кәсіби деңгейде 10 жыл ойнау үлкен мерзім. Сол уақыт ішінде Усман үлкен өзгеріспен дамудың жолынан өтті, бірақ бәрі табиғаттың оған берген ерекше сыйынан басталды. Ерекше физикалық қасиеттер жиынтығынан Дембеленің алаңдағы үстемдігінің басты құпияларының бірі жерден тез көтерілу және қозғалыс бағытын жылдам өзгерту қабілеті. Қысқа қашықтықта ол қорғаушыларды керемет жылдам алғашқы қадамы мен жамбас буындарының икемділігінің арқасында артта қалдырады. Бұл бойы 178 см ойыншы үшін өте сирек кездесетін үйлесім. Биомеханикалық тұрғыдан Усман Ламин Ямальға ұқсайды. Біз жақында сол туралы бейнеролик шығарған едік, онда да оның дене қимылын талдағанбыз. Дембеленің аяқтары ұзын, әрі классикалық вингерге қарағанда бойы биік, бірақ бұл оған дене салмағын бір аяқтан екінші аяққа тез ауыстыруға еш кедергі келтірмейді. Кәдімгі спринтер мен элиталы дриблердің айырмашылығы бұрылыстар кезінде жылдамдықты жоғалтпау қабілетінде. Біз көптеген жылдам футболшыларды білеміз, бірақ олар өз артықшылығын дұрыс пайдалана алмай, жиі қарсыласқа соғылып, доптан айырылып жатады. Мұндай ойыншыларды кейде жүгіргіштер немесе электричкалар деп атайды, себебі олар тек тура бағытта жүгіреді. Бірақ олардың бұл қозғалысы көбіне командаға пайда келмей, керісінше зиян тигізеді. Өйткені түзу жүгіріс әрқашан бұрылыспен жүгіруден жылдамырақ, бірақ футболда бәрі бағыт пен бақылауға байланысты. Бірақ Дембеле турбодрифтті қоса алады. Ол денесін дәл автомобильдің қорабы сияқты басқарады, бір сәтте жылдамдықты өзгертіп, берілістерді ауыстырып отырады. Қатты тоқтаған соң, сол мезетте ақ жарқылдай шапқандай жылдам серпіліс жасай алады. Кәдімгі адамдар мен орта деңгейдегі футболшыларға мұндай қозғалысқа әлдеқайда көп уақыт керек. Дембеле тірек аяғын оңай ауыстырып, бір сәтте ақ допты бос кеңістікке өткізіп жібереді. Ал қорғаушы болса, инерциямен кері бағытқа ұшып кетеді. 2025 жылы Дембеленің нағыз бабына енуіне оның жаңа фишкаларының бірі қимылдарының шексіз қайталана беру қабілеті себеп болды. Луис Энрике баптайтын PSG ойынды үздіксіз жүгіріс пен рөлдердің ауысуына негіздейді. Ал осы жүйенің басты қозғаушы күштерінің бірі Дембеле. Усман өз артықшылығын түсінді. Оның икемділігі мен жылдамдығы тек доп өзінде болғанда ғана емес, допсыз ойында да үлкен пайда келеді. Оның жылдам серпілістері мен қозғалыс бағытын дереу өзгерту қабілеті командаға қарсы прессинг кезінде үлкен көмек. Дембеле бір қорғаушыға қысым жасап жатып, доп оған берілген сәтте ақ келесі қорғаушыға жылдам ауыса алады. Бұл қарсыласқа шешім қабылдауға ең аз уақыт қалдырады. Нәтижесінде олар жиі допты жоғалтады, немесе абайсызда өз жарты алаңынан алысқа тебуге мәжбүр болады. Біз кейін Дембеленің прессинг жүйесін тереңірек талдаймыз. Ал әзірге Энрикенің Чемпиондар Лигасы финалынан кейін айтқан сөзін еске түсірейік. Мен алтын допты Дембелеуге берер едім, тек финалда қалай қорғанған үшін. Міне, нағыз көшбасшылық деген осы. Бірақ бәрі тек физикада емес. Усманды нағыз данышпан ететін оның доппен жұмыс істеу шеберлігі. Оның допқа тиген әр жанасуы ерекше жұмсақ. Ал жағдайды бақылаудан шығарып алу ол үшін өте сирек нәрсе. Тіпті жас кезінде де Дембеле кейде доптан айырылып қалатын. Бірақ бұл техникалық кемшіліктен емес, қате шешім қабылдаудан туындайтын. Уақыт өте келе Усманның дриблингі әлдеқайда ойлы әрі тиімді бола түсті. Енді ол жай ғана финт жасап қоймайды, қарсыласының дене тұрысын, яғни стойкасын оқиды. Егер қорғаушы аяқтарын тым жақын ұстап тұрса, тар стойка, Дембеле санын сәл шығарып, сол бағытқа өтетіндей қимыл жасайды. Қорғаушы сол бағытқа аяғын шығарады, ал Усман сол сәтті пайдаланып, допты аяқтарының арасынан немесе тірек аяғының жанымен өткізіп кетеді. Ал егер қарсылас аяқтарын кеңірек ашып тұрса, кең стойка, Дембеленің мақсаты өзгереді. Ол қорғаушыны аяқтарын жақындатуға мәжбүрлеу. Сол үшін Усман денесін белсенді қозғап, допты бір аяқтан екіншісіне жиі ауыстырып, қарсыласын шатастырады. Қорғаушы қозғалысын соған қарай бейімдеген кезде, Дембеле оның аяқ арақашықтығын тарылтқан сәтті байқап, допты өзіне ыңғайлы бағытқа өткізіп кетеді.
қорғаушының сол мезетте аяғын дұрыс бағытта қоюға уақыты жетпейді. Екі жағдайда да басты рөлді денемен жұмыс істеу және қарсыластың әрекетін бақылау атқарады. Дембеле тек доппен командаластарға емес, қарсыластың аяқ қимылына да үнемі назар аударады. Ал қорғаушы сәл ғана қателесе, Усман бірден жазалайды. Сол себепті Хави бір кезде, француз бір-бірге ойнауда мен көрген ең мықтылардың бірі деп бекер айтпаған. Әрине, мұнда тағы бір ерекше қасиет маңызды рөл атқарады: екі аяқты тең қолдану қабілеті. Дембеле оң және сол аяғымен бірдей шебер ойнайды, сондықтан қарсыластың оның келесі қадамын болжауы мүмкін емес. Көптеген қорғаушылар қарсыластарын зерттеп, олардың қай аяқпен ойнағанды ұнататынын, қай бағытқа жылжитынын біледі. Бірі флангке шығып пас беруге, бірі орталыққа кіріп соққы жасауға бейім. Ал Дембелені оқу мүмкін емес. Ол екі аяқтың кез келгенімен қақпаға соққы жасай алады, немесе екі қапталдан да сапалы кросс орындай алады. Рен кезеңіндегі қызық сұхбат. Рен клубында ойнап жүрген кезінде Усман Дембелемен болған бір күлкілі сұхбат бар. Журналист одан сұрайды: сенің жұмыс істейтін аяғың қайсы, сол ма, әлде оң ба? Сол аяғым. Нық сенімдісің бе? Себебі сен оң аяқпен де гол соғасың ғой. Иә, бірақ мен бәрібір сол ақаймын. Бірақ пенальтиді сен оң аяқпен орындайсың ғой. Иә, себебі оң аяғыммен соққым күштірек. Кейін Дембеле бұл туралы толығырақ айтып өтті. Ол допты көбіне сол аяғымен алып жүруді, ал оң аяғымен соққы жасауды ұнатады. Өйткені оған солай ыңғайлы әрі табиғи. Бұл ерекшелігі Усманды шабуылда әмбебап ойыншыға айналдырды. Ол алаңның кез келген позициясында бірдей тиімді ойнай алады. Барселонада Хави баптаған кезде Дембеле классикалық вингер рөлін атқарды, яғни пас беріп, допты айып алаңына жеткізумен айналысты. Ал пісірде Луис Энрике кезінде ол енді жалған тоғыздық, фалс тоғыз рөлінде ойнай бастады. 2025 жылдың қысынан бастап Парижде Дембелені осы позицияға жиі шығара бастағанда, оның соққы саны да, ең бастысы, соққы жасайтын жағдайлардың сапасы да артты. Яғни Усман допты тиімді аймақтардан көбірек бағыттай бастады. Бұл өз кезегінде голдар санының өсуіне алып келді. Сол кезде бәрі түсінікті болды. Неліктен 2017 жылы Барселона таңдауды Дембеле пайдасына жасап, Монаконың жас жұлдызы Килиан Мбаппені алмады? Клубтың бұрынғы президенті Жозеп Бартомеу кейін бұл туралы айтып өткен. Ол сәтте Усман әлдеқайда жан-жақты әрі табиғи дарынды ойыншы болып көрінді. Бірақ кім білген еді, бәрін өзгертетін басты фактор кәсіби көзқарас боларын. Таңғаларлық жайт, бірақ қазір жағдай Дембеленің Мбаппеден бұрын алтын доп алуына қарай өріп барады. Ал бар болғаны бір жыл бұрын мұндай ой әзілдің өзі сияқты қабылданатын. Жас және тәжірибелі Усманның айырмашылығы ойынға және өз ісіне деген қарым-қатынаста. Бұл айырмашылық екі негізгі тұста айқын көрінеді. Біріншісі, жарақат санының азаюы. Өткен маусымда ол жарақат себебінен небары бірнеше матчты ғана өткізіп алды. Қазір ол 6 аптаға қатардан шығып қалды, бірақ бұл ұзақ маусымнан кейінгі қалыпты шаршаудың салдары. Маусым шілде айының ортасында өткен клубтар әлем чемпионатында ғана аяқталған болатын. Екіншісі прессинг. УЕФА Чемпиондар Лигасының 2025 жылғы финалын талдағанда атап өтті. ПСЖ прессинг қарқынын бұрын-соңды болмаған деңгейге жеткізді. Ал оның басты қозғаушы күші Дембеле болды. Ол матчта басқа кез келген ойыншыдан көп прессингтік әрекет жасады. Тек Усманның допсыз ойнағандағы көлемін көріңіз. Ол орталық қорғаушыларға қысым жасайды. Сосын қанаттардағы тұзақтарды жауып, кейін қақпашы Ян Зомерге дейін жетіп, оны допты алға қарай бағытсыз тебуге мәжбүрлейді. Нәтижесінде доптан айырылу, жаңа шабуыл және ПСЖ тағы да қысым жасайды. Осылайша Париж Интерді толықтай тұншықтырып, еш мүмкіндік қалдырмады. Клубтар әлем чемпионатындағы Реал мен ПСЖ арасындағы матчта қызық оқиға болды. Қақпашы Тибо Куртуа былай деген: мен Дембелеге, сен тым қатты прессинг жасап жатырсың дедім. Ол болса, мен бұлай жасауға міндеттімін деп жауап берді. Усман маған шешім қабылдауға небары жарты секунд уақыт қалдырды. Усман ісімен жетекші, сөзбен емес. Энрике де мұны жасырмай айтады, оның қалай прессинг жасайтынын көрдіңіз бе? Маған Еуропада тағы бір тоғыздықты атаңызшы. Қақпашы мен орталық қорғаушыларға дәл солай қысым жасайтын. Ол осылай ойнағанда қалғандары амалсыз ілеседі. Дембеле де мұны растайды.
Ол маусым басында бапкермен көп сөйлескенін айтады. Луис маған командаға үлгі болу керектігін айтты. Тек шабуылда ғана емес, қорғаныста да бірінші және ең тиімді ойыншы болуың керек деді. Усман үшін Энрикемен жұмыс істеу үлкен серпіліс берген маңызды фактор болды. Мен пісіжге келген сәттен бастап, Луис маған сенім артты. Ол үнемі кеңес беріп, ой еркіндігін сыйлады дейді Дембеле. Енді алтын доп туралы сөз жай әңгіме емес, шындыққа айнала бастаған құбылыс. Мүмкін өткен маусымда Дембеледен жарқыраған ойыншылар болған шығар. Бірақ өз командасына дәл осындай ықпал еткен ешкім болған жоқ. Ал Пісіш сол маусымда барлық мүмкін трофейді жеңіп алған команда кезінде Усманды тәртіпсіз, ерке жас деп санаған, кейін кеш ашылған талант деді. Бұл рас еді. Дембеле бәрін түсіну үшін уақыт қажет етті. Ол енді білді, нағыз табысқа жету үшін тек талант аздық етеді, тәртіп пен еңбек керек. Оның кеш пісіп жетілуін ең дәл сипаттаған сөзді Дидье Дешам айтқан, кешіксе де бәрібір келеді.